өзін-өзі басқару, шығармашылық және ұжымдық формалар арқылы адамның жауапкершілік, тұрақтылық, ізгі ниет, құрметтеу секілді негізгі қасиеттері бар. Ойлан, тап, жасампаз бол тақырыбындағы үндеу. Жасампаз жандардың 7 дағдысы деп алдым. Бірінші, мектеп парламенті. Білім оқушы мәдениетті тұлға бола алады. Екінші, мұғалім мәңгілік нұрдың қызметшісі. Ол барлық оймен қимыл әрекеттің, ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз лаулаған иесі. Үшінші, ата-ана. Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ахметованың айтқан өсиеті. Біздің ата-аналарымыз баланың, ананың жүрегінің астында жатқанда тәрбиелеген. Ақылды әжелер келініне айтады: қарағым, биік тауға қара, көңілің өседі. Көңілің өссе, немеренің өрісі биік болады. Жазық далаға қара, жан сарайың кеңейеді, сонда немерем кең пейілді болады. Жайқалған шөпке, жайнаған гүлге қара, сәбидің шырайы болады. Бұлақтың көзін аш, балаң қайырымды болады деген ұлағатты тәрбие берген екен. Төртінші, қайырымдылық. Қарапайым болу, қарапайым ғана іс. Бірақ сол қарапайым іс әркімнің қолынан келе бермейді. Сондықтан 3 қасиетті кең көлемде білу: ойлай білу, қайырымдылық сезіне білу керек. 5. Ерекше білімді қажет ететін оқушылар. Баланың бәрі жақсы, оның шамшырағын жаға білуіміз керек. Оқушының бәрі жақсы, оны жаға білу үшін ұстаздың қолында. 6. Жақсылық жасап үйрен. Жақсылық пен жамандық 2 аяқтың астымен секілді. Біреуі алға басса, екіншісі де өзіне өзі қасына келеді деген. 7. Оқуға құштар. Адам бойындағы ең тамаша нәрсе білім мен ақыл. Жас мұраты, білім тәннің талабы, оқу өнер, жастың көру шырағы. Жақсылық үндеуіңді жолдаймын.